Кихотты жақынырақ танып, классикалық шығармаға жаңа көзқараспен қарауға мүмкіндік туады. Қойылымды сахналауға арнайы шақырылған жас режиссер Әлібек Өмірбек ұлы Сервантестің Дон Кихот туындысын бүгінгі заманауи тілде ұсынды. Қалеке театрының актерлық құрамының потенциалы мен жаңа қырынан ашу, театр тынысын заманауи бағытқа тәрбиелеуде Дон Кихот спектаклінің айтары көп. Дайындық жұмыстары 2 ай уақыт жұмсалыпты. Жалпы мінеке көріп алыңыздар. Бұл туындыны дайындауға 1 жылдан астам уақыт кетті. Қазақ сахнасында алғаш рет қойылады. Ана тілімізге аударып, сахнаға лайықтау қиын болды. Күрделі шығарманы сол заманның тілімен емес, қазіргі қоғамдағы оқиғалармен байланыстырдық. Қойылым ұзақтығы 4 сағат. Келген көрермен шыдай алмай кетіп қалуы да мүмкін. Бірақ біз тәуекел етіп отырмыз. Бәріне дайынбыз. Бізде енді 2 актылы, 2 сағаттан біздің өзімізге қалай өтіп кеткенін білінбейді. Сахнада жүріп, біздің өзімізге тартымды. Мен ойлаймын, көрерменде дәл солай таужымай, енді не болады екен деген үмітпен отыратын сияқты. Сол ұстайды, сол құпиясы сонда. Әрбір сахна Дон Кихоттың ерліктері тура кітаптағыдай әр қойылым, әр көрініс жазылып отырады, не туралы екен. Меніңше көрерменнің ойынан шығады деп үміттеміз.